Бәріңіз сәлем достар, сендермен бірге мен Аник, және де бүгінгі видеода менің қасымда Аки. Бәріңіз сәлем. Достар, бүгінгі видеода біз қалай инстинкт V2 алу керектерін көрсететін боламыз. Инстинкт деген, если кейбіреу білмей жатса, ол воля наблюдение. Воля наблюдение V1-де мысалға не істейді ол жерде. Ол жерде только сіздер адамды былайынан көре аласыздар. Бұлайынан қаша аласыздар, и все, и экрандарыңыз бұлыңғыр болады. Ал инстинкт V2-да не істейді? Инстинкт V2-да сіздер қарайсыздар, экран тұп-тұнық, және бұл басқа қарсыласыңызда қандай фруктар, стилбой, меч, анымналарды көре алатын боласыздар, және левелін бәрін көре алатын боласыздар. Так, алынше достар, көп сөзбай видеоны бастаймыз. Кеттік. Так, достар, сіздерге ең бірінші, үшінші мирдағы, осындай плывущий черепахадағы особняктың алдындағы осы Citizen деген NPC-ға келетін боласыздар. Ол Citizen'нан не істейміз, біз задание алатын боламыз. Осылайынан басасыздар. И содан кейін ол сіздерге 50 Forest пиратты өлтір дейтін болады. Ол 50 Forest пират қаяқта тұрады. Ол 50 Forest пират осы жерде тұрады. Осы жердегі NPC-ларды өлтіресіздер оға. Өлтіресіздер 50-ін. И ол 50-ін өлтіріп болғаннан кейін сіздерге қайттан Citizen'ға бару керек болады. Ол Citizen'ға барғаннан кейін тағы да сөйлесесіздер. И сіздерге олардың босын Капитан Слонды өлтір дейтін болады. Ал Капитан Слон дейтін ол дейтін аяқта Лайны жүресіздер. Осы жерде шығатын болады ол Капитан Слон. Ол Капитан Слонды да өлтіріп болғаннан кейін ол Citizen қайттан барасыздар ғой, короче. Citizen'ға бұлайны тезіп бар болыстырда. Келесіздер. И одан кейін бұлмен сөйлесесіздер. И бұл сіздерге айтатын болады. Давай енді от души рахмет, брат. Енді бар подаркыңды ала берсең, наградаңды ала берсең болады дейді да. И одан кейін сіздер награданы алатын боласыздар. Ол награданы қай жерден аламыз? Ол үшін сіздер осылайынан тігінен шығып, бұлайынан тігінен жүре берсеңіздер болады, короче. Бұлайынан тігінен жүресіздер. Тігінен вообще тек қана тігінен. И мына жерде осындай бір секрет проход болады мынандай. И оны тұрасыздар да бұлайынан Ой, чорт. Осы жерден бұлайынан осы жерде сұмдық тұрады. Осы жерден сұмдық тұрасына сендерге аксессуар берді. Атын ұмытып қалдым. Айтпаймын енді ол мен. Айтсам мансар. Ол да айтпаймын, көтіп тұрсыз қалып мен. Точно Аки көтіп жатырмын. Мына жерде сіздерде сундук болатын болады. Ол сундукты ашқан кезде сіздерге мынандай мушкетерский шляпа беретін болады. И ол мушкетерский шляпаны алып болғаннан кейін сіздер ең қызық жеріне барасыздар. Так, достар, сіздер жаңағы награданы алғаннан кейін осы нарядный пираттың, beautiful пираттың алдынан осылайынан жүрген кезде мынаяқта ананастар тұрады. Ол ананастарға бармас бұрын сіздерде воля наблюдение V1-мен типа бұлайынан жаңағыдай қашықпан болды. Аки, кеш. Түсүй. В общем, осылайынан қашықпағандай болу керек қой, короче. 5000 рет жа. Ой, нұп. Болды, Аки, нұп деп жазып кетеміз, короче, комментарий ашы. Нұп, біреуін ұрсам тұсаймай алсын. В общем, сол 5000-ға жеткеннен кейін сіздерге ультра инстинкт деген титул ашылатын болады, новый титул. Ол титулды алғаннан кейін, демек, сіздерде ол хаки V1-дің V1, короче, сіздерге 5000-ға жетті деген сөз ғой. И сол 5000-ға жеткеннен кейін сіздерде тағы да нәрге 5 миллион бейли жинайтын боласыздар. 5 миллион бейли жинағаннан кейін сіздер жаңа жерге барасыздар. И мына жерде бірінші тұрған 3 ананас болады, соның ең үстіңгісіне мінсек, шықсақ, мына жерде мынандай бір Hungry Man деген бір бомж тұрады, короче. И сол бомжға келесіздер, сөйлесесіздер. И ол сіздерге задание береді ғой, короче. Ол заданиясы қандай
3 фрукт жинау керек болады бізге. Андай дьявольский фрукт емес, кәдімгі фрукт. Ол фрукттарды қайдан алам десеңіздер, бірінші ол 3 фрукт болады. Ол 3 фрукт 3 островта. Оларды қайдан алам десеңіздер, біріншісі осы плывущий черепахада. Екіншісі Великая деревьяда, үшіншісі порт тауында болады. Негізі кикті шақырып алу керек. В общем, бірінші алма мына жақта болады. Осылайына тігін жүре бересіздер. Жердегі мынау дәу тал көрдіңіздер ғой, соған шығасыздар ғой, короче. Дәу тауға шығасыздар. И мына жерде сіздерде ағаштың астында осындай алма тұратын болады. Осындай алманы аласыздар. И айтпақшы ол 3 фрукт алған кезде сіздер өлмеулеріңіз керек. Өлсеңіздер бұл фрукттар жоқ болып кетеді. Ал бұның қай уақытта спаун ететінін білмеймін. Екінші алма дейді. Екінші фрукт ол бізде Великая деревьяда. Великая деревья қазір сразу бара салайын десем, мұны аки эффект тұрғанда маған бояш жүрген ғой. Сіздерге Великая деревьяға бару керек болады. Мен қазір 3х-ға қоятын боламын, видеоны тезірек бару үшін. Ал кеттік. Короче, осылай Великая деревьяға келесіздер, и мына жердегі кішкентай остров болады. Сол кішкентай островқа көтерілетін боласыздар ғой, короче, мына жерде ше. И кішкентай островқа көтерілген кезде сіздерде 3 ағаш болады, оның мынандай ең биігіне келесіздер да, астында банан болады. Банан. Бізде демек қазір 2 фрукт бар. Ал 3-ші фрукт ол мына аяқтағы порт тауына кетті, ал порт тауына. Короче, достар, мен өліп қалдым. Айтпеңдер, бірақ ол фруктар негізі маған керек емес. Сіздерге просто өлмесеңіздер болды ғой. Крачуши воды шықсын, егерде сіздер шарп болмаса стиль ойлаңыз. Кет қалсаңыздар болды. Отырасың ба, отпайсың ба? Так, достар, мінекей біз порт тауынға келдік. Бұл порт тауыннан былайына ананасты тау үшін порт тауыннан былайына шығасыздар. И былайына жүре бересіздер. И былайына бұрылған кезде почти тігінен жүресіздер, осы жерде ананас болады. В общем, негізі ананас осы жерде тұрады. И ол ананас, банан және алманы алғаннан кейін сіздер қайттан жаңағы Citizen деген NPC-ға баратын боласыздар. Кеттік ал. Citizen-ға барамыз. Так, достар, мінекей біз Citizen-ға келді. Қолымызда 3 фрукт болады. И осы Citizen-ға кеп сөйлескенде сіздерге фрукт боул деген тарелкада бір көп фрукттарды беретін болады. И ол көп фрукттарды аласыздар да жаңа бомжға барасыздар ғой, короче. Жаңа бомжға, Hungry Man'ға барасыздар. В общем, мінекей достар, біз жаңа Hungry Man'ға қайттан келдік. И сіздер фрукт боул мен 5 миллион беллиді алып, осы Hungry Man'мен сөйлесетін боласыздар. Сіздерге инстинктқа беретін болады. Алыншы достар, осымен видео аяқталды. Сіздермен боламын Айнекс және де Аки, бәрі сау.